Құрметті Facebook'тағы менің үлкендікшілі достарым. Өткен аптада суық тиіп, грипп болып, тұмау тиіп, қатты ауырдым. Мұрнымнан су ақты, көзімнен жас ақты. Жөтел пайда болды, басым ауырды, температура көтерілді. Сөйтіп, төсек тартып жатып қалдым. Ішпеген дәрім жоқ, мінекей. Терефлю, мынандай. Содан кейін мінекей, мына гормгексин деген бар. Сонсын мукалтин деген бар. Мұның мұрынға тамызатыны бар. Тағы да сол сияқты мінекей бір уыс қанша мінекей дәрілер. Осының бәрін алып іштім, бірақ маған көмегі тимеді. Қатты ауырдым. Содан 4-3 күні түнде мазам қашқаннан кейін барып сағат 12-нің кезінде, түнгі 12-нің кезінде өзімнің жұмыс кабинетіме үйдегі барып компьютер арқылы интернетке кіріп, қандай препарат бар екен тағы да мына тұмауға қарсы деп іздейін деп барсам, менің жұмыс столым үстінде мына Новосибир медицина академиясының апитерапевті Тамара Васильевна Рузанкинаның «Пчелиный школы здоровья» деген кітап жатыр екен. Сол қолыма алдында соны ақтарып қарасам, жаңағы 104-ші бетінде «Как уберечь себя и своих близких от гриппа» деп жазылған екен. Осындай тақырып бойынша соны қарап оқып отырсам, соның 106-ші бетінде мынан деп жазылған екен. Если вы почувствуете недомогание, вечером растворите 1 столовую ложку меда в стакан теплой воды и пейте медленно. Затем примите прополис. Хорошо бы кусочек, чтобы прилепить его языком к зубам на ночь, и утром вы будете здоровы. Он будет вас лечить всю ночь. Прополис, кстати, снимает и кашель деп жазылған екен. Содан келдім де, жаңағы мынандай бір ыдысты алып келдім. Мынандай үйдегі нені балды алып келдім. Сөйттім де балдан мына бір ас қасық балды былай алдым да, мынаған салып, жаңағы қайнаған, бірақ ыстық емес, жылылау, адамның денесіндегідей температура жылы суға мынаны езіп, содан кейін бұны ішкенде де жай ішу керек, оны сразу жұтып қоймай. Соның артынан үйімде менің бір прополис жатыр еді, мінекей. Мынау менде өзі прополис осын сақтап жүрем. Бұл прополис нативный деп аталады. Нативный деген сөз, настоящий деген сөз. Қазақша айтқанда таза омартаның басынан алынған прополис мінекей. Осындай. Осыдан мен жаңағы мына пышақпен алдындағы осыдан кусочек жаңағы бір кішкентайын кесіп алдым, бидайдың үлкендігінде ғана. Сөйтіп ғана алып, мына езіп қойған жаңағы балды жайлап отырып ішіп, артынан прополисті аузыма салып, алдыңғы тістерімменен шайнап, сөйтіп сілекейді жұтып отырып, содан ана тіске жабысып қалған прополисті сол күйі тазаламай қалдырып, ұйықтап кетіппін. Сол ұйықтағанымнан таңертең бір-ақ тұрдым, таңертең қарасам, грипптің қайда кеткенін білмеймін, тұмаудың қайда кеткенін білмеймін. Мұрнымнан да су ақпайды, көзімнен де жас ақпайды, басым да ауырмайды, жөтел де жоқ, температурам орнында. Мінекей мен сіздерге мынау прополистің
күштілігі мінеки барлық шоқтысы прополистің мынадай ғана міне бидайдың үлкендігіндей ғана. Осыны мен сіздерге айтып отырған себебім мына бал менен прополистің қасиетінің арқасында бір түнде мен грипптен тымаудан жазылып кеттім. Енді осыны мен де осы достарымның назарына ұсынып отырғаным, егер осындай гриппен ауырып қалған жағдайда прополис пенен балды пайдалансаңыздар, грипптен тез жазылып кетесіздер ме деген ойыммен сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Менің бір айтайын дегенім осы, басқа айтарым жоқ. Амандықта болайық.